Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры мамықтай жұмсақ, өте дәмді шоколадты булочка әзірлейтін боламыз. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен керекті заттарымызды әзірлеп аламыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз ыстық болмау керек, және де салқын болмау керек, жылы болу керек. Шекерімізді салып, жақсылап шекеріміз ергенше ертіп аламыз. Шым-шым тұзымызды саламыз. Араластырып, бөлме температурасындағы жұмыртқамызды саламыз. Ванильді сахарымызды, құрғақ ашытқымызды салып, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Және де ұнымызды міндетті түрде електен өткіземіз. Електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты болып қалмау керек, жұмсақ болу керек. Жақсылап қамырымызды илеп, 1 сағатқа жылы жерге ашытып қоямыз. 1 сағаттан кейін сәл көтерілген кезінде шоколадты араластырамыз. Шоколад өздеріңіздің қалауыңызша шоколадсыз да істесеңіздер болады. Жақсылап шоколадты араластырып, қамырымызды тағы да жылы жерге 40-45 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз жақсы көтерілуі қажет. Қамырымыз дайын болды. Енді бөліктерге бөліп формаға келтіреміз. Таразы болған жағдайда таразымен өлшесеңіздер болады, немесе көз мөлшерімен өлшесіздер. Осы қамырдан 9 булочка шығады. Тағы 15-20 минутқа тындырып қойып, бетіне сары жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қызып тұрған пешімізге 180-200 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне жұмсақ, дәмді булочкамыз дайын болды. Магазиндегі булочкалардан кем түспейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.